can't seem to get you off my mind. I can't seem to get you off my mind. Сәлем құрметті көрермен. Менің видео шолуыма қош келдің. Біз бүгінгі видеомызда Австрия мемлекетінің астанасы, аристократты үлгіде салынған керемет қала, әлем қалаларының ішінде адамның өмір сүруіне ең қолайлы қала атанған. Моцарт, Бетховен, Шуберт, Брамс секілді әлем музыкалық композиторлардың отаны, қазіргі таңдағы классикалық музыканың нағыз отаны болып саналатын Вена қаласына шолу жасайтын боламыз. Вена қаласына орналасқан Альбертина деген бұл атақты суретшілердің көрме орталығы болып есептеледі. Бұнда суреттерді көру үшін әлемнің бүкіл түкпір-түкпірінен туристер, қонақтар келіп осы көрмені тамашалайды. Ал Альбертинаға қарама-қарсы мына керемет көріністі қараңыз. Өте керемет. Ал бұл керемет ғимарат Вена мемлекеттік опералық театры. Қазіргі таңдағы әлемдегі ең мықты опералық театрлардың бірі болып саналады. Дәл осы себептен Вена қаласын классикалық музыканың отаны деп те атайды. Вена Австрияның астанасы, неміс тілінде сөйлейтін халық, қаласы өте таза, көшелер өте керемет, барлық ғимараттар өзінің бір ерекшелігімен адамға ой салатын керемет архитектура үлгісімен салынған. Дәл қазір ақпан айының 20-шы жұлдызы, ал Вена қаласында әлі де мысалға далада орналасқан катоктар керемет жұмыс жасап тұр. Халық өте керемет. Жалпы мына жердің атмосферасының өзі өте керемет. Адамға бір керемет көңіл күй сыйлайды. Әлі күнге шейін Рождестводан қалған тәттілер, мұнда кофе ішіп, өзіңізді жылытып, қаланы керемет әрмен қарай аралай бересіз. Бұл керемет ғимараттың аты Венская ратуша. 19 ғасырдағы керемет архитектуралық үлгілердің бірі болып саналады. 1868 жылы жергілікті билік үздік архитектуралық жоспарға хабарландыру шығарады. 64 жоспардың ішінен Фридрих Шмидт есімді австриялық архитектордың жобасын үздік көріп, ғимаратты салуға кіріседі. 10 жылдан кейін, яғни 1883 жылы бұл керемет ғимаратты қолданысқа береді. Ал жергілікті билік әр жаңа жылда ғимараттың жанынан мұз айдынын жасап, безендіріп, жергілікті халық пен қала қонақтарына керемет көңіл күй сыйлайды. Ал бұл біз атақты ғимарат Шönbrunn ғимаратының дәл керемет көрінетін жері жоғарыдан қарап тұрмыз. Бүкіл Австрия бұл жерден өте керемет көрінеді. Шönbrunn ғимараты Австрия императорының жаздық отыратын ордасы болған. Ғимараттың негізі 1638 жылы қаланған. 1996 жылдан бастап ЮНЕСКОның қарамағына алынған. Және де бұл ғимараттың жанында Шönbrunn зообағы жұмыс жасайды. Бұл қазіргі таңдағы әлемдегі ең ескі зообақ болып табылады. Бұл керемет ғимарат Бельведер деп аталады. Австрия императорының бірінші ұлы Ханзадаға арнап салынған ғимарат. 1714 жылы негізі қаланған. Ал қазіргі таңда ғимараттың ішінде түрлі сурет көрмелері ұйымдастырылып, келуші қонақтарға қызмет көрсетеді. Бельведер деп аталатын ғимаратқа келіп жатырмыз. Өте керемет. Мұнда қараңыздар. Қазір көктем енді басталады, бірақ көктем таңда өте керемет. Өте әдемі көрініс.
Вена қаласының керемет көшелері, керемет ғимараттар, керемет әсем үйлер. Жалпы Венаның архитектуралық үйлері, әсемділігі өте керемет. Бұл қаланы міндетті түрде келіп көруіміз керек. Ары қарай қаланы аралаймыз. Так, трамвай, автобус, машина, ат. Мына трассамен бәрі жүре береді екен. Сонымен құрметті көрермен, біздің Вена қаласына деген шағын видео шолуымыз аяқталды. Егер сіз бұл қалада болмасаңыз, онда Европаға саяхатыңызда Вена қаласына өзіңіздің 2-3 күніңізді міндетті түрде арнаңыз. Бұл соған тұрарлық. Себебі Вена өте керемет қала. Егер видео сізге ұнаса, пікір қалдырыңыз, лайкпен қолдаңыз. Келесі жаңа видео шолуымызда кездескенше, қош сау болыңыздар.